күнге назар аударайықшы. Бүгін қандай күн? Күн реті қандай бүгін? 9 ақпан. Жүзбекұлының туған күні? Ақиық ақын Бағатай Мақатаевтың туған күні. Осындай күні мен ойлаймын, сабағымызды осы Ақиық ақынымыздың бір керемет өлеңмен бастасақ қалай қарайсыздар? Қане бізде қыздарымыз бар еді, өлеңін айтамын дейтін. 3 бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын керін. Ол бір болса мен барым, қол болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Айтыңыздаршы, 16 ма? Олай болса, ал сәттілік бұл жерде бастаймыз қазір. Başı verseniz. Minut vakit. Сұрақтары шығарманың басты кейіпкерлерін атаңыз дейді. 4 жауап: Ажар Шақан, Алтынай Есен, Атабекнің Сұлу, Мүсірәлі Шынар. Жылдарындатамыз оқушылар. Екінші сұрақ. Мен көргенде шашына ақ терге толып келген, елулерге таяп қалған адам екен. Бұл кімнің портреті дейді. Алтынай, Атанбай, Есен және күйеу. 10 сұрақ оқушылар. Алдарыңызда бағалау парақшалары тұр. Стикерге қазір егерде 5 пен 7 балл аралығында алсаңыздар 1 балл қоясыздар. Ал 8, 9, 10 болса 2 балл қоясыздар. 2 баллдық жүйемен бағаланады бұл. Егер 5 баллдан да төмен болып қалса, онда балл берілмейді сіздерге. Жартысын білетін шығармыз деп ойлаймын. 5, 6, 7 сұраққа жауап берген оқушы 1 балл алады. 8, 9, 10 сұрақ оқушы болса 2 балл. Сұрақ қиын емес па оқушылар? Қиындық тудырып жатқан сұрақтар жоқ шығар деп ойлаймын. Әрине повестің мазмұны онша қиын емес, түсінуге жеңіл. Жылдамдатамыз оқушылар. 3 минут уақыттарым қалды. Біткен оқушы бар ма? Есін көрсек болады ма? Статистикасы. Бізде Арай Ескендір 6510 бірінші орында келе жатыр. Аяқ жағында. Жанел, не істеп отырмыз? Руфат, Жанел, сұраққа жауап бермей жатырмыз ба? Қате болып жатыр ма? Қате болып жатыр ау деймін, иә? Жанел мен Руфат, мына жерде бал шықпайды ғой. 0 болып тұрсындар ғой. Руфат, Жанел кіріп отырсындар ма сіздер? Неге 0 болып? Енді Руфатқа көтерілді. Содан да нешінші сұраққа келдік? Арай, нешінші сұраққа келдік? Біттің ба? Ақшан. Біттік ба? Көмектеспейді, Арай өзі шешін. Ақшан да түгел дұрыс болды ғой деймін, иә? Тездетейік оқушылар. 9 балл, енді бәрі 2 балл болады. 8, 9, 10 балл. Жазып отырамыз бағалау парақшаларымызға. 2 қосылып отыра береміз ғой. Бітірейік, оқушылар, болып қалдық па? Бізде ғаламтор интернет жылдамдығы қалай жұмыс жасап отыр ма? Ешқандай кедергі жоқ қой. Қанша дұрыс болмады? Райхан? Қанша сұрақтан өтеді? 6 балл болды. Демек сенде 1 балл ғана. Қажеті 1 балл жазып болады. Сенде қанша дұрыс қолданасыз? 5 дұрыс болма 1 балл жазып қояды. 5 балл болса. Сенде шынымен. Қолыңызда тез. 1 минут қалды оқушылар. 1 минуттан кейін мен енді аяқтаймын. Бітсеңіздер де, бітпесеңіздер де. Уақыт жоқ. 1 минут қалды, соңғы минуттары. Абай қанша балл алды? Қанша? 1. Жоқ, балл жеттім ғой, қанша дұрыс деген? 5 дұрыс. 5 дұрыс, иә? Демек кішкене сұрақтар қиындық тудырған сендерге. Оқымағансыздар деуге де келетін шығар. Себебі сіздерге айтылды, повестті оқуымыз керек. Қысқаша мазмұнын сіздерге айтып бердім. Жақсы, бітірген өзіменен өткен сабаққа шолуымыз аяқталды, оқушылар.
Балдарды қойыңыздар. 5, 6, 7 дұрыста 1 балл, 8, 9, 10 дұрыста қанша балл? 2 балл. Қоямыз ана алдыларыңызда қарашаға. Біз келесі тапсырмаға көшейік. Яғни біз үй жұмысын осымен қорытындылаймыз. Бүгінгі сабақты енді мына тақтаға назар аударуларыңызды сұраймын. Балалар, мына монетада не бейнеленген? Жазып оқыңдаршы, бір үйдек тұр. Қай тілде жазылып тұр? Бұл не бейнеленген? Қане өз ойларыңды айтсаңыздар. Алғашқы ұстаз повесіндегі бейнелер көрсетілген. Соған байланысты бейнеленген дейсіз. Мұғалімдерге деген құрмет бейнеленген. Мұғалімдерге деген құрмет дейсіз. Сен қалай ойлайсың? Мұғалімге деген сыйыш. Мұғалімдерге деген сыйластық. Сіз де солай ойлайсыз ма? Сен де солай ойлайсың. Тағы қандай ойларың бар? Сол заман көрінісі біздің алдымызда тұр ма? Жақсы, олай болса мынадай оқушылар. Бұл монетада шынымен жаңа айтып отырсыздар, ұстаздарға деген құрмет және де Шыңғыс Айтматовтың алғашқы ұстаз повесінің құрметіне жасалынған ұлттық монета екен. Ұлттық монета екен. Білесіздер болады. Сонымен бүгінгі сабағымызды қалай деп ойлап отырсыздар? Осы алғашқы ұстаз повесін әрі қарай жалғастырамыз және де алғашқы ұстаз повесінің өзекті мәселелері. Дәптерді ашайық, бүгінгі күнде жазайық, иә? Жұмыс дәптерлерімізді ашамыз. Сабағымыздың оқу мақсаты, оқу бағдарламасына сәйкес мақсаты көркем шығармалардан алған үзінділер. Тағдыры және әлеуметтік дамуын шешетін аса маңызды мәселелер жиынтығы. Қазіргі өркениетке тән құбылыс ғаламдық қауіп-қатердің өршуі. Ғылыми әдебиеттерде бұл мәселелер үш топқа жіктеледі. Халықаралық қатынастарға байланысты мәселелер. Екінші, жеке тұлға мен қоғам арасындағы өзара қарым-қатынасқа байланысты мәселелер. Және де адам мен табиғат арасындағы қарым-қатынасқа байланысты мәселелер. Біз түсінігімізді қалыптастырдық деп ойлаймын. Ғаламдық мәселе дегеніміз не екендігін. Енді мына жерде үш топты ажырата аласыздар деп ойлаймын, иә? Халықаралық қатынастар дегеніміз қалай ойлайсыз? Соған байланысты мәселелер, халықаралық қатынастар мәселелер. Басқа да мемлекеттер арасындағы мәселелер. Мәселелер бір-біріне неғылып қалу, қарым-қатынасында кішкене шиеленістің болуы, солай ғой? Ал екінші, жеке тұлға мен қоғам арасындағы өзі. Осы қайсысына келеді біздің алғашқы ұстаз шығармасы? Осы мәселенің қайсы, үш мәселенің қайсысына тура келеді деп ойлайсыз? Жеке тұлға мен қоғам арасындағы өзара қарым-қатынасқа байланысты мәселеге жатады екен. Ал енді үшінші, адам мен табиғат арасындағы қарым-қатынасқа байланысты мәселелер қандай? Қазіргі таңда жақсы. Яғни түсінігіміз қалыптасты деп ойлаймын, иә? Енді тапсырмалар жасауға көшейік. Бірінші тапсырма бізде құнды ой стратегиясы арқылы осы повестегі ғаламдық мәселелерді анықтап өмірмен байланысты. Дәптерлерді ашамыз. Тапсырма, жеке жұмыс, өзіндік тапсырма деп жазыңыздар. Міне мына дескрипторға сай бірінші шығармаға мазмұндық талдау жасайсыздар. Екі сөйлем, бір сөйлем болады. Ғаламдық мәселемен байланыстырасыз. Мәселен, өзектілігін өмірде мысал келтіресіз және ойланып дәлелдейсіз. Егер осы төрт дескрипторға сай жазсаңыздар 2 балл, ал егер жартылай ғана жауап берсеңіздер 1 балл болады. Түсінікті ме? 1-2 баллмен бағаланады бұл. Уақыт 5 минут. Жеке жұмыс. Дәптерге жазамыз. Райхан, оқиға. Не жаздың оқиға? Шығармада алғашқы ұстаз повесінің сол заманның ғылымы жағдай бейнеленген. Ғаламдық мәселемен байланыстырғанда қазіргі таңда балалардың барлық жағдай жасалған, бірақ оны көбісі дұрыс қолданбайды. Ал алғашқы ұстаз повесінде заманда білім алу мүмкіндігі мүлдем жоқ болған, бірақ алғашқы ұстаз Дүйсен келіп балаларды білімге үйретті. Қорыта келе алғашқы ұстаз повесі осы қазіргі таңда
көтерілген білімнің мәселелерді қадіріне жету керектігіне бізді тәрбиелейді. Баулиды, біз яғни мына қолда бар алтынның қадірі жоқ деп қадірін білмей жатырмыз ғой. Ал сол кезде зар болған. Солай ма? Соны біз не қыла білуіміз керек? Қадірлей білуіміз керек деген келді. Сен енді біліктің қорытындылай келеді. Жарайсың. Бекіп ал. Ары қарай 3-ші топтан біз Абайды тыңдағым келіп отыр, Абай. Бұл шығармада Дүйсеннің ауыл балаларының сауатын ашудағы ерен еңбегі туралы ұстаздың ғаламдық мәселемен салыстырғанда ұстаздың мәртебесі биік және де жетістіктерін жерде қалмауын қадағалау керек. Ал өзектілігі бұл шығарманың қазақ балаларын оқытудағы ұстаздардың ерен еңбегі деп ойлаймын. Ұстаз шығармасында сол кездегі балалардың сауатын ашу туралы бейнеленген және ғаламдық мәселелермен салыстыратын болсақ, әр тұлға қоғамдық мәселелерге үлес қосу қажет және қорытынды ой. Дүйсен сол кездегі балалардың сауатын ашып оқуға ынталандырып, әр баланы өзінше хаттануға көмектесті. Осы жерде және тыңдап қойыңызшы. Оқы және ұялмайын. Руфат оқы. Шығармада қыз елінің алғашқы ұстазы Дүйсеннің мектеп ашылуы туралы айтылған. Мектептің ашылуымен дағдылы. Яғни ойымыз кішкене шашырақ, иә, өзің оқы аман қой. Жазып жатсың ғой. Басқа оқып көрейік. Отыра беріңіз. Шығармада бұрынғы заманның білімге құштар балалардың оқымай, сауат дамымай жетілгені бейнеленеді. Мысалы, Алтынай. Қазіргі заманда оқимын деген балаларды оқытпай, өздерінің пайдасы үшін пайдаланып отқан тұлғалар өте көп. Сол балалар қазіргі заманда көптеген бағдарламаларда осындай сауаты дамымаған тұлғалар бейнеленеді. Қазіргі заманда бұрынғы заманды салыстыруға келмейді. Себебі қазіргі балалардың барлық жағдай жасалған. Сондықтан осы қазіргі заманды осы технологияларды пайдалы жақсы жағынан пайдаланып, жастарды оқытып, тоқытып, келесі бізден кейінгі ұрпаққа өнеге қылып қалдыруымыз керек. Керемет. Жақсы, енді қалған оқушылар өздерінің ойларында салыстырасыз. Енді 4-5 оқушыға оқыттым. Кейбір оқушымыз жаңағы 100% айта алмаған, бұл енді ашық. Өздеріңіздің жазғаныңызға қарай өздеріңіз бағалайсыздар ғой деп үміттенемін. Жақсы. Келесі тапсырмаға өтейік. Олай болса, бізде топтық жұмыс. Әдеби шеңбер әдісіменен 3 топ бола барайық. Осы жерде бірінші бізге қандай топ? Қойып жіберші. Бізде қандай топ бірінші? Суретшілер, ема? Ана топ жасағанымызда. Екінші бізде тарихшылар ма? Ортаға қойсақ, тарихшылар. Үшінші жазушылар. Келе қойыңдар. Былай артқа қарай сіз осырақ келсің, үшінші отыра қойыңдар. Bu şekilde okuşlar karanlık deskriptörga nazar audarыңдар. Al.
Повестегі оқиға қазақ төңкерісінен кейін орын алған. Сол уақыттарда КСРО құрылған және орта жылдарда қазақ атыстырып құрылып, оның орталығы Қызылорда болды. Сол заманда өмір сүріп білім алып қиынға соққан. Алғашқы ұстаз оқиғасына биыл 3 жыл болды. Ал мына үзіндіге байланысты ойынды жалғастыр деген тапсырма болатын тыңдайық. Балалардың оқуға деген ынтасын ашық қаттауға ықпалын тигізді және сол кездегі балалардың қазіргі кездегі мұғалімдердің түсінен үлгі алуы керек деп ойлаймын. Себебі Дүйсен оқушыларға хаттануды өзінің жеке білімдерін үйретті деп ойлаймын. Сол кездегі Қалай ойлайсыздар? Повесттің мазмұны бойынша ой айттыңдар ма? Өздерің не білдіңдер ма беріңдерші апай? Қалай ойлайсыз? Біз өз ойымызды жаздық. Өз ойын жазғансыз, бірақ мына үзіндіге байланысты жаздық деп ойлайсыздар ма? Мен сендерге айттым ғой, үзіндіге назар аударыңдар. Сендер қазір менің ойымша сол баяғы қайталап ұстаз повесінде мынадай болған. Ол жерде ол ұстаз повест бойынша ой айтып тұрған жоқ қой. Демек сіздердің кішкене ойдан алшақтау болып кеткенсіздер, иә? Өздеріңдер біліп отырсыздар, балдарыңды қойыңдар өздеріңіз. 2 балл бұл жерде де. Сол денені, алтын денесін осылайша көрдік. Суретшінің баяндауы бойынша 2 қол керек өсіп тұрған болатын. Және шет жақтағы ауылда сол 1-2 11 шақты үйлер бар, соларды бейнеледік. Кейіпкерлерді салу қиын болды, иә? Руфат, айтасыз ба, сен ұстап тұра ал. Бұл күз мезгілі мияқта жол повестегі ауыл. Жақсы. Жарайды, біз суретші емеспіз, иә? Шама-шарқымыз келгенше салдық, жарайсыздар. Бұл үлкен өнер. Өздеріңе балл қойыңыздар. Топ мүшелері әркім өзінен қалай жұмыс жасады. Егер керемет жасады десеңдер 2 балл, жоқ кішкене үлес қоссын десеңдер қанша балл қоясыздар? 1 балл қоясыздар. Келесі бізде жұптау жұмыс, жұптаса қалам. Мына жерде мынаған жұп болып тез-тез бір диаграмманы толтырамыз. 5 минут уақыт. Тез-тез жұптасаңыз. Тез-тез жұптасып, қаламмен жазамыз. 5 минут уақыт. Сол дәуірдегі ұстаз бен бүгінгі ұстаз ортасына ортақ қасиетті. Ешкім жоқ. Ескеректерге назар аударыңыздар. Ұстаз бекесін дейді талдай, бүгінгі ұстаз ортақ қасиет. Ұстаздар хаттанса ұстаз болған және ұстаздар қаталау болған. Білім беруге мүмкіндігі төмен болған. Қазіргі ұстаздар білімділігі жоғары балаларды оқытуға мүмкіндігі зор жан-жақ етеді. Ортақ кім? Жансың ортақ қасиет. Екеуі де білімді, екеуі де ұстаз, екеуі де Оқушылар не болады? Ойлайды. Жақсы, жаман емес, жақсы жазыпсыңдар. Бірақ енді ол дәуірдегі ұстаздар жаңағыдай хаттарыңызда, иә, дұрыс айтып отырсыз, сол дәуірде солай болды. Хаттарыңызда осы оның бізде мысалы үлкен, иә, тек қана хаттар етіп қоямыз. Аха, сіз осылайға бағжама болады. Білім сапасымен жан-жаққан адамдарды ұстаз еткен. Қазіргі ұстаздардың білімі көбірек және ұстаздарға арналған жағдайлар жасалынған. Арнайы оқу орындарына білім алған. Ортақ қасиеті екеуі де ұстаз оқушыларға хаттанады. Екінші арнамыз тәрбие береді. Сол дәуірдегі ұстаздар өз мамандығын сүйіп жүрек отымен оқушыларға өз білімін айтып үйреткен. Қазіргі таңда ұстаздардың барлық жағдайы қамтамасыз етілген және жоғары білімі бар. Ортақ қасиетті. Екеуі де балаларды оқытып сауатын ашуға ықпалын тигізеді. Басқа жұптарда да осылай ғой, иә? Кемшіліктер бар ма?
Кімде өзгеше, осыдан өзгеше жазғандарыңыз болса оқытайын. Кім? Ерсайын оқыңыз? Ұстаз, я жүз пайыз. Мирас? Оқыңыз сен, дауысын естейін. Ол кезеңде ұстаздарда өте жақсы білім болған жоқ. Оқытатын бала саны аз болған. Жайлы мектеп орны болмаған. Білім беру мүмкіндігі жоқ. Жақсы. Қазір ұстаз? Қазір мұғалімдерде білім бар, барлық мүмкіндіктер бар. Балаларға білім беру үшін барлық жағдай жасалған. Орта қасиетті мұғалімдер білім береді, ұстаз үйретеді, оқушыларға ешқашан. Жарайсыз, қалғандарыңызды егер осылай десеңіздер 2 балл ойыңыздар, болмаса сәл ойын алшақ болса 1 балл. Енді келесі ұялы телефондарын қалам, біз ол кезекте жасап жүрміз, оқушылар. Оқулықтар кезетін мына жерде Үйсеннің мектебі деген тапсырманы ашыңдар, бәріміз. Үйсеннің мектебі деген тапсырманы ашыңдар. Осы жерде Айқын Нұрқатовтың жалпы қазіргі адамның жаңа өмір жолындағы күрескердің образын жасаумен ең белгілі шұғылданып жүрген жазушылардың бірі Шыңғыс Айтматов, оның 30-сы осыған алған. Жазушының өмірден ойып алып санасына келген бірі алғашқы ұстаздары Үйсен деген сөзінен басталған екен. Бұл тапсырма Айқын Нұрқатовтың енді мына жерде Үйсен мектебі туралы мына суретті қараңыздар, балалар басталар күннің шуағы дейді, тірек сөздер, міне тапсырмалар бар, қараңыз. Ой толған істейді. Оқиға қай жыл болған? Мына жерде өздерің білесіздер, не боласыздар? Мына жерде сәйкестендіресіздер, мысалы, сатын қол, мысалы, негізгі кейіпкер десеңіздер, мынаған апарасыз. Білесіздер ғой еді, біз әрдайым осымен жұмыс жасап жүрміз, иә? Осы 3-ші